Балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсаринның «Әке мен бала» әңгімесі. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына: «Анау тағаны балам ала жүр» дейді. Бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын?» дейді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алады да жүре береді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан 13 тиынға бір талай шие сатып алады. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бір-бірден алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тым қызығып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салады. Бір кішкенеден соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап, баласына шиені орамалмен беріп тұрып: «Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр боласың» деген екен. Әке мен ана баланы өмірге әкелетін, тәлім тәрбие беретін, еңбекке баулитын бас ұстазы екенін әрдайым есте сақтағанымыз дұрыс. Балалар, тіршілік тірегі еңбекте екенін ешқашан ұмытпайық.